Сәлем баршаңызға достар. Қазіргі таңда хит болып жүрген махлюбе тамағының рецептімен бөлісетін боламын. Осы асты мен айранмен қалай болады екен дәмі деп ойлаушы едім. Сөйтсем айранмен өте дәмді болып шығады екен. Мен жеп дәмін көрдім және жасалу жолын, оңай жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Етімізді жұқа етіп турап алатын боламыз. Және көкөністерімізді өте жұқа қылмай, осындай қалыңдықта турап аламыз. Менде картошка, сәбіз және баклажан. Күрішімді алдын ала жуып дайындап қойдым. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап суы тартылып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Мінекей суы тартылып, менде қызарып қуырылды. Татымына қарай үстіне тұзын салып, етіміз батып тұрғанша үстіне су құйып, баяу отқа қойып, 1 сағат, 1,5 сағат пісіріп алатын боламыз. Басқа ыдысымызға майымызды құйып, жаңағы туралған көкөністеріміздің барлығын қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Осылай қызыл түске енгенше қызартып қуырып аламыз. Енді картошкамызды қуырамыз. Енді сәбізімізді қуырдық. Барлығын қуырып болған соң, осы ыдысқа майымызды азайтып, үстіне жаңа жуылып дайындалып қойған күрішімізді салып, жақсылап қуырып, татымына қарай тұзымызды салып, және күркума қосатын боламыз. Күркума әдемі сары түс береді. Қалауларыңызша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Күрішке сәл ғана су құямыз. Өте көп құймаймыз, кішкене ғана күріш суға батып тұрса болғаны. Астын баяу отқа қойып, 10 минут бұқтырып аламыз. Енді осындай ыдысымызға, асты қалың ыдыс болса, өте жақсы болады. Менде қалың ыдыс болған жоқ. Осындай ыдысымызға жинақтайтын боламыз. Мен сары май кішкене салып ертіп алдым. Үстіне жуамызды салып аламыз. Осындай бір келке етіп, және оның үстіне сәбізімізді салып шығамыз. Содан соң етімізді салатын боламыз. Етімізді осындай түзеулеп, әдемілеп салып алғанымыз дұрыс болады. Қазір аударғанда әдемі түсу үшін. Барлық етімізді салып болғасын, үстіне осындай кішкене басыңқырап қоямыз. Содан соң рет-ретімен баклажанымызды және картопымызды салып аламыз. Барлығын салып болған соң, осылай үстін кішкене басып алғанымыз дұрыс болады. Татымына қарай кішкене тұз саламыз. Содан соң үстіне күрішімізді салатын боламыз. Күрішіміздің барлығын салып, күрішіміздің де үстін кішкене басатын боламыз. Етімізден қалған суды, сорпамызды осылай құятын боламыз. Еттен қалмаса, қайнаған су құямыз. Кішкене ғана құятын боламыз. Бетін жауып, өте баяу отта 30 минут бұқтырып аламыз. Мінекей менен достар, 30 минут өтті, менің махлюбам дайын болды. Осылай ыдысымызға салып, кішкене ұрып, сол кезде түсуіне жеңіл болады. Жайлап алатын боламыз. Мінекей өте әп-әдемі болып шықты. Асты қалың болмаса да, осындай әдемі форма менде шықты. Салатымызды жан-жағына салып, кукурузымызды, осылай жүгерімізді қойсақ, салсақ та болады. Өте жақсы дәм береді, өте пайдалы және әдемі түс береді. Мінекей айранымызды құйып, жақындарыңызға, дастарханыңызға, қонақтарыңызға ұсынасыздар. Жасап көруге кеңес етемін, өте дәмді болып шығады.
жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге Жанар Баймұрат.